Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен жылдам жасалатын өте дәмді пайдалы салаттың жасалу жолын көрсетемін. Бұл салатты ешқандай қайнатпаймыз, буға пісірмейміз. Өте ерекше әдіспен жасап көрсетемін. Видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Алдын ала қызылшаны жақсылап жуып, тазартып, дәл осындай 4 бүршілеп тұрып турап алдым. 4 бүршті болып туралған қызылшамызды тапамызға саламыз. Келесі бізде картошканы дәл солай 4 бүршілеп турайсыздар. Сәбізді де дәл солай турап, картошканың жанына салып шығамыз. Барынша барлық көкөністерді бір формада турасаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі болып шығады. Біздің көкөністеріміз дайын, ешқандай тұз қоспаймыз. Барлық дәрумендері өз бойында қалатын, жылдам жасалатын біздің салатымыздың көкөністері дайын болды. Алдын ала пешімізді 200-250 градусқа қыздырып қоямыз. Сіздер отбасыларыңыздың санына қарап, дәл осы көкөністерді 2 немесе 3 есеге көбейтсеңіздер болады. Дәл осы көкөністердің үстіне бір ас қасық сұйық май құямыз. Біздің көкөністеріміз дайын болды. Дайын болған көкөністерді қызып тұрған пеште 200-250 градуста 30-35 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Бұл салат уақытыңызды өте жақсы үнемдейді. Ешқандай қайнатып болып жүрмейсіздер. 30 минутта дәл осындай біздің көкөністеріміз пісіп шықты. Енді дәл осы көкөністерді толықтай салқындатып аламыз. Міне біздің көкөністеріміз жақсы салқындады. 10-15 минут уақыт аралығында. Енді дәл осы көкөністердің үстіне туралған ас көктерімізді және бір бас пияз және 2-3 тіс сарымсақ қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарап аздап тұз саламыз. Және зәйтүн майын құямыз. Енді барлығын дәл осы ыдыста араластырып аламыз. Бұл салат қан аздыққа өте жақсы көмектеседі. Ешқандай құрамында майонез жоқ. Барлық көкөністер біздің ағзамызға өте пайдалы. Сондықтан да отбасыларыңызға дәл осы салатты жиі жасап берсеңіздер болады. Осымен біздің өте дәмді жылдам жасалатын, ағзамызға өте пайдалы біздің салатымыз дайын болды. Қараңыздар, түрінің өзі қандай тәбетті ашатын салат дайын болды. Құрметті көрермендер, сіздерге де кеңес беремін. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге сөзсіз ұнайтын өте дәмді салаттардың бірі болады. Ең бастысы ағзаларыңызға өте пайдалы. Дәл осылай ыдыстарға салып, дастарханымызға ұсына берсек болады. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.